тұрғындардың қаржылық сауаттылығы, ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды мәселені зерттей келе біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Міне, Марат пен Айзаданың отбасы. Олар шағын қалада тұрады. Марат күзетші болып жұмыс істейді. Айзада базарда балалар киімін сатады. Саудасы жақсы жүреді. Олардың 3 баласы бар. Үлкен қызы Астанада институтта оқиды, ал кіші балалары мектепте. Осы отбасының бюджетін қарастырайық. Отбасының жалпы табысы Мараттың 80 мың теңге жалақысы мен Айзаданың саудадан түскен 300 мың теңге түсімі есебінен құралады. Жалпы табысы 380 мың теңге. Бір айдағы шығындар. Бутикті жалға алу төлемі 30 мың теңге. Айына бір рет тауар сатып алуға кететін сома 150 мың теңге. Тауарларды жеткізіп беру қызметі 3 мың теңге. Бизнесін дамуға алған шағын несие бойынша ай сайынғы төлемі 30 мың теңге. Коммуналдық қызметтер 4700 теңге. Азық-түлік шығындары 48 мың теңге. Көлік шығындары 6 мың теңге. Студент қызның ай сайынғы шығыны 15 мың теңге. Басқа шығындар 58 мың теңге. Шығындардың жалпы сомасы 344 мың 700 теңге. Айзада ай сайын отбасы шығындардың есебін жүргізеді. Жазбаларды жүргізуге күніне 5-10 минут уақытысы кетеді. Бизнесті жақсы жүргендіктен Айзада екінші бутикті ашты. Істердің сәтті жүруі мен табыстарының артуына қарамастан, Марат пен Айзада ақшаларының көбеймейтінін байқады. Ендеше, мәселе неде? Ақшаны табуда табады, бірақ ақша үнемі жетіспейді. Соңғы 2 айға отбасы шығындарын салыстыра отырып, Айзада қорытынды шығарды. Отбасы шығындары айтарлықтай артып, жөнсіз шығындар пайда болған. Қажетсіз заттарды сатып алу, ойын-сауыққа кететін шығындар, байланыс пен коммуналдық игіліктерді үнемсіз пайдалану. Ал бұл дегеніміз айтарлықтай қосымша шығын. Ақша қаражаттарыңызға есеп жүргізу арқылы сіз отбасының бір айда қанша қаржы тауып, қаншасын жұмсай білетінін аласыз. Отбасы шығындары қашан және қандай себептермен артатынын білетін боласыз. Отбасын қандай соманы жинақтауға қалдыра алатынын және қай бөлігін бизнеске салуға болатындығын анықтай аласыз. Ақшаны тиімді пайдалану жолдарын таңдай аласыз. Осылайша, Айзада отбасы бюджетін қаражатын азаю себебін анықтай келе, қажетсіз сатып алулардан бас тартып, отбасы шығынын қатаңырақ бақылауды қолға алды. Енді бұл отбасында жинақтау мүмкіндігі пайда болды. Кіріс пен шығыс есебін күнделікті жүргізу арқылы, Марат пен Айзаданың отбасы материалдық тұрақтылық пен ауқаттылыққа қол жеткізді. Бизнес кеңейіп, табыс артты, ал шығындар жөнімен жұмсала бастады. Қазір Марат пен Айзада кішкене балаларының оқуына ақша жинақтай бастады. Осы отбасын үлгіге ала отырып, ақшаңызды есепке алуды бүгіннен бастаңыз. Қаржыңыздың есебін жүргізу отбасы әл-ауқаттылығының кепілі болып табылады.